Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге насихат. Бүгін біз таңғы асқа панкейки пісіреміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керек заттар: жылы сүт, ұн, жұмыртқа, сұйық май, қант, тұз керек. Алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екі ыдысқа бөліп аламыз. Жұмыртқаның сары уызын көбіктенгенше миксерлейміз. Одан кейін барып қана қантымызды саламыз. Міне осылай қою болуы керек. Содан кейін жылы сүтті үстіне осылай құямыз. Осылай көбіктенгенше миксермен араластырамыз. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіңіз. Сол кезде панкейкиіңіз пышный болып піседі. Алдымен осылай миксермен араластырып аламыз. Содан кейін барып миксерді қосып, бірдей консистенция болғанша араластырамыз. Қамырымыз осындай қою болу керек. Енді үстіне сұйық майды құйып, жақсылап миксермен араластырамыз. Миксердің насадкаларын алып, жуып кептіреміз. Енді жұмыртқаның ақ уызын осылай миксермен араластырамыз. Жарты қасық тұзды салып, ұзақ уақыт араластырып отырамыз.
Ақ уызымыз осылай қою болған кезде қамырымызға қосамыз. Бетінде көбіктер пайда болған кезде аударамыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. 100% гарантия беремін. Өте дәмді, жұмсақ, пышный болып шығады. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар.